Кунаны саз вақалары тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайрлы ақшамлар. Қырым федераль мақсатлы программа бойынша құружилыққа 45 миллиард рубль масраф етежек. Бұл ақта топлашу девамында Жемхуриетінің құружилық ве мемарлық визирі Михаил Храмов білдірді. Шымдылек 695 лиха мелге кечірілі. Из них 310 это ФЦП, 300 бу ФЦП, 385 РАИП программалар боюнча ве капиталь тамират планы. Бу сене 358 объект эксплуатацияга тапшырылмасы планлаштырылды. Олардан 106 бу ФЦП, 247 РАИП ве капиталь тамират планы. Башка программалар боюнча Кырымда 1700 объект курула. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов Ярамадының эпосы девлет құружилықларының тешкірмеге сөз берді. Базар әртесі күні кечірілген топлашуда чыққыш тешкірулерінің нәтижелерін қанда тариф етежек. Но в контроле буду я ездить. Мен иш зияреті оларақ контроль етежем. Шейіні құрылған объектте көрежем. Оның үшін тетқиқат кечірмеге керек олмас. Мен өзім шу ерде қимет кесіп олажам. Айдер типпа Қырым милетлер ара мұнасибетлері ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі вазифесіне тәнленежек. Бұқта ечтемайы ағларда Қырым елбасшысы Сергей Аксенов хабар етті. Евеллері Айдер типпа Жүрчі район мемориеті елбасшысының бірінші муавины оларақ çalışайды. Госкомнат реберлігінде о Альберт Кангеевның еріне турajak Альберт Кангеев іштен осестегінен бошады. Оның истифасы аққында Эмир Қырым акимиетінің сайтындан нешір етілген. Кангеев 2019 сененің ноябрь айындан берлі комитетінің елбасшысы еді. Қырым женк ветеранлары ечен Жемхури клиник госпитальде велкі иш ғайрыдан тікленілді. Бұл ақта Милет телеканалының «Без обмана» адлы ток-шоу эфирінде тибби миссияның мудирі Игорь Лукьянов хабар етті. Хатırlatамыз, госпиталь 4 айдавамында инфекцион кебі çalışты ветек ковид хасталарыны қабыл етті. Шымды эпосы кереклі дезинфекцион тәдбірлер кечірілді ве миссия хасталарыны план бойынша қабыл еті. Ленуза Бурсиетова девам еті. Біз ади низамға кечкен соң, сіз мында тедавиленмеге келген бірінші хастасыз. Біз елчірпмаларнен қаршылаған бірінші адамсыз. Қуванамыз, Алла сізге саулық берсін. Қырмызы зона енді қатырлауларда қалды. Женк ветеранлары үшін госпиталь план бойынша 16 хастаны қабыл етті. Юрий Алексеенко 83 яшында. Бұл ерде екінші керес сағлығыны түзетті. Пек яқшы диққат. Ев ішлерінден біраз ратланырым деп түшінем. Моиссе ковид госпиталь оларақ çalışқан 4 ай девамында мында 1800 миңден зияды адамны тедавиледілер. Эпысы хадимлер яңы шекілде çalışмаға огренділер. Ординаторларды желп етілді. Бірінші айда 3 күн ішінде біз 100 хастаны қабыл еттік. Январның соңында есе біз сенді бір күнде 2-3 адамны қабыл етейдік. Хасталық дарқалуы кет-кете ексілгені себебінден эверкі иш низамына қайттық. Сонки коронавирус хастасыны февральның 4-інде евге қайтардылар. Бұндан соң бұтын бина толысының дезинфекция етілді. Ковид девір ақында тек табан үстіндегі қырмызы сызықлар аңдыра. Біз мұна бұл ерде тұрамыз. Шымды бұл қавсыз. О заман бұл ясақ еді. Бұл ерде мақсус сыңырлану зоналар ерлеше еді. Шымды біз бұны алып ташладық, боздық. Моисенің фондында 140 гериатрия, 20 терапия ве 40 кардиология ятақ ері бар. Поликлиника ве күндізлік стационар бөлігі çalışа. Қырым сағлық сақлап везірінің муавины Антон Лисковский Милет телеканалының «Без обмана» адлы ток-шоусы эфирінде хабар етті ки, шымды хастаханеге ятқызылмақ үшін көстергічлер экселе ятақ фонды 1,5 кереге экселді. Здравница шифаханесі, Женк ветеранлары госпиталі, Вебақчысарай хастаханесі кебі муэссиселер енді толы шекілді чықарылды. Регионларда ярдым көстерген муэссиселер де қысмен яваш-яваш чықарыла. Бойлы ейі деңішмелерге бақмадан ковид хасталары үшін ятақ фондыны толысынен алып ташламақның чаресі шымдылық yok. Чүнки бір районда ковид хасталарыны хастаханеге ятқызмақ имканы олмақ керек. Ленуза Бурсиетова, Виталий Голубев, Милет үшін. Қырым Губрюханесінің әлеге яқын қадеміне бүгін Ахмеджеттеке 5-ші санлы поликлиникасының тиббиджелері ашыламалар яптылар. Вакцинация 2 күн девам етежек. Бірінші оларақ ашыламалар кечув нұқталарында çalışқан қадемлерге япылды. 2-ші санчыне вақыт япылажаға аққында бізді мұхбірлеріміз білелер. Здравствуйте. Селям алейкум, кечіңіз, соядыңыз насыл? Бірінші оларақ кефе Гумрюк хане постының мудирі Кирилл Ситков ашылама яптыра. Айтаки ашылама яптырмақ қарарыны анлы тарзда алды. Бұл пек кереклі шей деген фікірді.
Потому что в условиях мировой... Чөнки дөньяда пандемия шарайтында біз бойлы адым басмаға мечбурмыз. Чөнки біз өзіміз де хасталанмаға, қалғанларға да бұл хасталық юқмасыны істемейміз. Bizim işimizde bu da ziyade хавлы. Біз четел ватандашлармен çalışамыз. Бүгін Ахмеджет поликлиниканың тибейчилері элеге якын хадимге ашыламалар япалар. Бұндан эвел терапевт экимнің бақуы. Провожу аускультацию. Ақ жігерлерні діңлейм, адамның ағыны бақам, адам бұтынлей сағлам олмалы. Ойырви әлеметлері олмамақ керек бойлы олса, вакцинация еңгілже кечер. Вакцинация 2 күн девам ете. Бірінші ақымда 100-ге якын гүмрүкчіге ашылама япыла. Екінші қысым, яны екінші санчы 21 күнден сон япылачақ. Должностные лица... Қырым гүмрүкханесінде çalışkanlar, шу жүмледен кечуф ноқталарында çalışkanlar ве сыңырдан кечкен гражданларнен алақада bulunganlar mesuliyetlігіні аңлайлар. Ве ашылама япылуында біріншілер сырасында иштирак етелер. Қырымда иәліге коронавирустан ашылама япқан чықыш бригадалары январьның сонында çalışы башладылар. Вакцина бір ерден башқа ерге кетірілген вақыт, сувықлық низамы қайделері çalışа. Мақсус термоконтейнерлер içinde 18 градус сувық ола. Айша Шулакова, Севиле Меметова, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Қырым Жұмхуриетінде ясақ етілген халқара террористик тәшкилатының азалары яқаланды. Интернет ярдымынен олар Русия Федерациясының сәкенлері арасында террористлерінің ғайелеріні дарқата еділер ве Русия мұсылманларыны вербовка еті еділер. Яқаланған еді кішіге қаршы жинай иш açılды. Тінтулер девамында террористик фаалиет алып барылуында қоланылған мальземелер бақ васталары электрон малюмат ташыйжылары тапылды ве чекіп алынды. Оператив араштырма тәдбірлер ве тақиқат әрекетлері девам еті. Бұл зарар кетірген тешкилат анянелерімізні редеті, Қырым татар менлігіні танымай. Девлет ве жемаат хавсызлығы ақта сөз юрсетсек, телуке жемаат асырлар девамында күткен шейлеріні редетувде ве өзлеріні акимиетке қаршы қойывде дегіл. Бұл четел сияси лейхасыдыр. Оның тесірінден эм ясақлар yolunен, эм де профилактик тедбірлер вастасынен құртылмақ мүмкін. Бүгін Февзи Якубов адына Қырым Өдеслік педагогика университетінде экстремизм ве терроризм земаневи жемиет үшін телеке оларақ мевзусына бағышланған семинар топлашу кечті чықышта болынғанлар арасында Татарстандан келген Фарида Хасанова олды. Евелері қадын террористик тәшкилатының азасы еді о тариф етті ондан вақтында чықып олды. Шынды рухиятчы зинаты бойынша тәсиляла емде бойле вазиетке орағанларға ярдым етмеге тырыша. Енді 4 елдан берлі профилактика üzerinde çalışamыз ve adamlarını қайтармаға тырышамыз. Қайтармақ сөзі tesadüfen seçilmedi. Çünkü bu adamlarını gerçekten de deniştireyler. Bunun için ise pek çok güç ve pek çok mütehassıs gerek. Ялтада Ялта 1945 тарих дәрслері мевзусына бағышланған йыллық халқара ilmi конференция кече Ливадия сарайында әлемлер ве четел мұсафырлері марузалармен чықышта болындылар. Конференцияның тешкилетчілары Қырым Жұмхуриетінің Медениет везірлігі Вернадский адына Қырым Федераль университеті ве Ливадия сарай музейі олды. Конференцияның бірінші күні ақында да Учахалов тариф ете. Ялта 1945 тарих дерслері адлы конференция ел февраль айында кетче. Бу сефер конференцияға Америкада весиғалы кино саасында çalışқан Реджи Стремблей давет етілді. Оның en белі фильмлерінден бірі яры гечеден 30 сания эвел деп адлана. Реджис ilk сефер Русияны 2016 сенесі зиярет етті. Мен Русияге руслар бұ ким олғаныны, Русия бұне оның акимиеті насыл олғаныны анламақ үшін келдім. Ве Русия бұ агрессор олмағаныны анладым. Бүгін мұнда мешур Ливадия сарайында Марузанен чықышта бұлындым. Марузам Франклин Делано Рузвельт ве Пёрл Харборға бағышлана. Менің мақсадым жематқа Рузвельт ким олғаны ақта ве Пёрл Харборға учум ақында тариф етмекеді. Ама бір кімсеге бір шейіні тариф етмедім. Ялта конференциясы 1945 сене февраль айында кечірілген еді. О вақыт тедбірде Гитлерге қаршы коалиция уч мемлекетінің лидерлері көрішті. Бу СССР, Америка ве Буюк Британия еді. Там Ливадияда олар жеңктен соңки барышық тертібіні музакере еттілер. Бүгінгі конференцияның иштиракчылары үшін сергі азырладылар. О, 1945 сененің Қырым конференциясы насыл тешкіл етілгеніні ақында тариф ете. Президент Рузвельтнің шақси кабинеті олған одада о деверге айт весихаларының асыл нұсқалары тақдим етілді.
Эневеля бу 1945 сене февраль айына Совет тарафы или азырланган весикаларның нөмінелері еді. Оларнен айры районда сербест қатнамақ мүмкін еді. Ама ади гражданлар бөлеп пропусклар алып олмайдылар. Оларны Совет партиясы векелеріне береділер. Конференция тек тарихнен сынырланмай. ОМД халқара мунасебетлер системасына бағышлана. Илми конференцияда 2 күн девам етежек. Дауд Чахалов, Алим Сейдалиев, Асан Ибрагимов, Миллет Ичун, Ялта. Халық айта бізді муареветімізге Ахмеджет районы Софиевка койы солнечная соқағының сәкенлері мұраджат еттілер. Олар ұшықсыз ве газсыз evлерде яшайлар. Шерге исе ярым саатта етіп бармақ мүмкін. Не үшін цивилизация бұл соқақына айланып кечкен ақта Гүзел Мамбетованың левхасы. Тынчлык кантавлы муит ветазиява, ама bundan gayrı şehirden тыш yaşayışının muzbet tarafları yok. Цивилизация bu sokakka kelip yetmedi. Рустем Исаев Софиевкаға 1998 сене көчті. Өз дамартасында küçük ev kurdu. Айта ки, қолайлықлардан тек сув бар. Evde ышық янмасы үшін komşu sokaktaki elektrik hattыға құрылмақ керек oldu. Директор бар еді. Бұл соқақта ышық бар еді. Мен білмейім, кім оларны алып ташлады. Мен ев құрған вақыт пей қиын еді. Ве аля да шарайтсыз яшаймыз. Ерлі сәкенлер енді чешіт идарелерге қатнамақтан yoruldılar. Александр Дусь осевіні құрып бітіріп оламай. Айта ки, Крымэнерго или аңлашма тап 2 елы велсі түзілді. Ама электрикаға оларның evini да құрамадылар. Дамарта сатын алынғанындан 3 жылдан çok вақыт кечті. Электрика yok еді. Аз вақыт сон Крымэнергоға весекалар тапшырдық. Бізні алы да құрамадылар. Құруcılıqта біз генераторларны құланамыз. Бұл пек қолайсыз. Сықылда ішімізні тоқтата. Егер электрика ақтамында іч олмадым қатырласалар, солнечная соқағында газ іч бір вақыт олмаған еді. Баба деделеріміз кыбы одун якалар. Odunlarını bahçadan jiyamız. Komşular yardım edi. Tereklerini bıçamız, kuru pataklarını toplayımız. Балта ата ең eсли başlılarının kolundan tuşmey, dabır usul komur ve balon gazı. Ama buna herkesin parası yetmey. Mava yakarlıkka da uç komşu sokakta yaşaganlar azbarlarına geçirip olamaylar. Herkes çalışayındı ve bugünkü gün gece çalışalar. Ama bizge gaz yok. Yaşamak pek kıyın. Odun kömür satın alamız. Bizde gaz geçirmege ve yollarını kurmağa yardım etiniz. Bu sokakның sakinleri gerçekten de sanki geçmişte tıkalıp kaldılar. Onlarca yıllar devamında gazsız ve ışıksız yaşaylar. Bu meselelerge da kurulup bitmegen ev koşuldu. Geçken yılın sonunda ona çakıl septiler. Ama asfalt öyle de töşelmedi. Sarabuzkoy Şurası'nın reisi Igor Chichkin işandıra ki yoluna yakın vakitte tamir edecekler. Gaz meselesini ise ағымdaki yıl devamında çözmege söz verirler. Тыш қызметші бұл мәселелерні біле, енді хабар еттілер, мектуплерні yolladылар. Оларнен көрішік кечірілді. Бұл сене Софиевкада газ дархатыжы станциясының модернизациясы екінленежек, имканлар артажақ. Солнечная соқағының сәкенлері не вақыт ышықнен қолана білечеклеріні білмек үшін біз Крымэнерго идаресіне бір hafta evvelsi resmi соратма yolладық. Ama cevabını alıp olamадық. Sizin bir meseleniz peyda olsa ve siz onu bütün Kırımға açmağa isteseniz, bizge yazınız ya da telefon açınız. Telefon numarını ve elektron poçta adresini ekranlarınızda көресіз. Гүзел Мамбетова ve Арсен Фукала. Millet için Ахмеджет районы. Енді ұзақ кетмек керекдігі Симашқа адына чоқ профилі тібби меркезінің açılığı Қырым тіббиетінің инкишафы яны басамаққа көтерілді. Шымда хастаханеде yüksek технологик амелиятларына муфқиет иле кечерелер. Бөлелерден Бранделин Узабурсиетова болынды. Яхшы музыка ве позитив кейф. Дамар хирург екімі Владимир Йовбакның ішкіні бойле башлай. Оның тәжірибесі чейрек асырдан зиядедір. Амелиятлар сайысыны есе сайып чықмақның имканы yok. Бүгін невбеттікі. Айды, кеттік. Эркес Севген Гагаринның ибаресіні Владимир Михайлович Эркун айта. Яңы чоқ профиллі тібби меркезде бұ ибаре енді 20 кере айтылды. Көчівден берлі дамар хирурглары тамам шу қадар yüksek технологик амелият кечірділер. Азырлыққа бір қачдаққа ве етекче екімлер ұшынып башлайлар.
Мында бізде сіз көресіз, анестезиологымыз, эмширелер, санитаркалар булуна, коллективымыз муаббет, ескі хастаханеден берабер чалышамыз. Бу амелият баяғы жидди, ағыр. Хастаның диагнозы аорта атеросклерозы, холестерин туюмлері себебінден дамарның içi тарлашты. Бу алсы қалда 50-ден буюк әр кішілерде ве 60-тан буюк қадынларда раст келе. Егер бойле тықалу юксек олса, меселені тек бір йолнен чесмек мүмкін. Бұл амелияттыр. Хастаға наркоз етіле. Огде 2 саатқа яқын заметлі үш. О мутахассислардан буюк диққат талап ете. Олар әр вақыт инсан жаныны құртармақ оғрында чалышалар. Бөлікнің техник донатылуы яңы стандартларға уйғун. Тиббичилер айтқанлары кебі, bu енді ярдым көстерілуінің бамбашқа севиесідір. Коагуляторлар тап 1973 сенеден берлі қолана еді, чалыша еді, өзіміз тамир ете едік. Чүнки адамларға ярдым етмек ве амелиятлар кечірмек керек еді. Шымдықы вақытта bu донатмалар, эпсі мониторлар әр шей яны. Muvaffaqiyetli ameliyat keçirilüvi için savatlı mutaxassislar ve yangi donatma sintezi kerek. Böyle şarayette çalışmak da yengilce, anesteziya keyfiyeti de yükseldi. Bir аппарат мультигаз системасынен донатылған. Яни біз хаста насыл газларнен нефес алғаныны көре білеміз. Хирург hekimler айталар ki en küçük hata çeşit ağır allarının sebebi olabilir. Ama ameliyattan son 10 gün geçkeninin hastanı evge kaytaralar. Lenuza Borsiyitova ve Irvin Emiraliyev millet için. Отыз қасабасында жүле ярдым бинасының тамирата аман-аман екунленді ішлер Devlet Sağlık Saqlaf müesseselerinin modernizatsiya adlı maqsadlı programma amelге keçirilüvi çerçevesinde keçirildi. Bu haqda bizim lefhamız. Әнді бір қаш күнден сон 30 қасабасында әжіле ярдым бинасында içki işler екеленecek. Тышқы безетуф işleri суvuqlar olmasa da 3 gün devam etecek. Петр Деденко 30'da bu binaға yakın yerde 35 yıldan berli yaşay. Onun tarixini yaxşı қатырлай. Тут садик был раньше. Evvelleri bu bala bakçası еді. Енді ise poliklinika ettiler. Bu yaxşı, çağırsan uçup geleler, adamlarına kurtaralar. Binanın rekonstruksiyasını endi çok yıldan berli geçirmediler. Divarlar çatladı ve eşildi. Taban ise çürüdü ve bazı yerlerde çöküp kaldı. Tıbbi hazimler böyle şarayette çalışmağa mecbur ediler. Her şeyini sonki sefer boyalamak kaldı. Elektrika, santexnika, her şey yapıldı. Ufak tüfek işler kaldı. En büyük obyekt bu 30 köyündeki. Primorski'de bir haftadan hazır olacak. Tamirat 4 odada geçirildi. İlaçlar saklı tutulgan odada, hastalarını kabul etken yerde felşer ve aydavcılar ratlangan odalarda. Devlet Sağlık Saqlaf müesseselerinin modernizatsiyası adlı maqsadlı programma bizde olganını federal standartlarga ve normativlerge yetkizmek maqsadınen keçirildi. 30 kasabasına 2.200.000 rublelik kontrakt tüzildi. Acile yardım binanın rekonstruksiyasını kurucular noyabr ayında başladılar. Şimdi obyektinde 90%'ga yekünlendi. Sofiya Shukurova, Edem Sadikov, Maksim Golubov, millet için kefe. Rahatlık günleri Millet telekanalında Kırım'nın esas malumat programması Cuma ertesi ve Bazar günleri saat 17.30'da Ayşe Şulakova neticeleriyle adlı programımızını kaçırmanız. Evge alıp kelgen uzun yol. Bu vakıya bütün dünya için tarihi emiyet taşı. Kırım bari bu nasıl olğana hakkında maxsus levhamızını seyretiniz. Kırım'ın iktisadiyeti tam lockdown'dan son. Neticede bu aman-aman 5 milyard ruble bizneske төлevler. Pandemiya devrinde içki turizm, yatırımlar ve Kırım'ın inkişafı hakkında Cumhuriyetimizin iktisadi inkişaf veziri Dmitri Shiryaka Millet telekanalına bergen ekskluzif intervyusunda. Sputnik V öz sınırlarını kenleştire. Amerika Koşma Ştatlarının vatandaşı koronavirus aşılamasını yaptırdı. Alınız nasıl? Pek yaxşı. Bu pek kolay edi. Çok sağ olunuz. Kırım'da miqyaslı vaksinasiya devam etti. 5000'den ziyade Kırım sakini endi ikinci sançını aldılar. OMS polisi yardımının yapılgan eko. Hastalarının biyologik malzemeleri şingen azotda. 169 gradus soğukta saklı tutula. Kvotаны bedava elde etmek mümkün mü ve bunun için ne yapmak gerek? Bugünkü bu episode haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.